Астанада 2 рет операция жасаттым. Бияқа келсем, бияқтағылар 3-ші операцияға дайындалып отыр. Не отказ бердім. Сонда мен осыны ғана іштім. Мынаны іштім. Осы 4-еуін ғана 4 ай, 3,5-4 айда сенесіздер ме? УЗИге барып түсем, эндометриоз жоқ дегенде мен өзім таң қалдым. Сенбей. Көрдіңіз ба? Эндометриоз жоқ. Ол кезде мен мыналардың бәрін қабылдаған жоқ, шыны керек. Тек қана осы 4-еуін ғана. Одан кейін менде не болған? Жаңағы больницаның дәрілерін көп ішіп қойған. Гормон іштім мен. 32 жыл мына полиатреппен ауырдым. Мына қолым бәрі бітіп қалған. Икемге келмейді. Бірақ қолым салсам қайталай алмайтын. Бірінші алла, екінші осы продукцияның арқасында мыналарды ішіп жүріп, гормондарды шетінен тастадым. Сөйтіп қазір мен гормон ішпеймін қазір. Шүкір Аллаға. Одан кейін менде грыжа болды кіндіктен. Оны да енді қайтадан келіңіз, мынаға тағат әсіреді. Одан да отказ бердім. Ненің бауырдағы кистаны мынаны 8 ай ішкеннен кейін түсіп, онда да норма болды. Ал одан кейін 1 жылдан кейін мына кіндіктегі не, о да жақсы болды. Давление менде 180-200 болды. Күнара скорый шақырды. Көршілерім қорқатын мені. Не болды деп. Давление жоқ қазір. Тонометрдің қайықты екен деп білмеймін шынымен. Одан кейін менде не болды? Грыжа. Орнынан тұрамайтын, үйде біреу жоқ па, мен простынамен тартынып әрең тұратын. Ол кезде мен бағыма қарай мынау келді. Көрдіңіз ба? Осыны мен 9 коробкасын қолданып 3 ай орнынан тұрдым. Мен қазір алдарыңызда тұрмын, шүкір Аллаға. Одан кейін менде не болды? Жаңағы. Уже диагноз ұмытып жатырмын. Жазылғаннан кейін ұмыта бастайсыз ауруыңызды. Менде катаракт деп берді. Соны иммунолюкс іштім мен былтыр. Осыны ішкен кезде сенесіздер ме? Көзімнен жас, немнен не пайда болды. Ірің. 2,5 ай бойы мынаны іштім ба? 2,5 ай бойы сондай болды. Алғаш мен қорықтым, не болды деп. Келіп тұрады. Иә, сумен ірің келіп тұрады. Ол тұр осы бір көзімнен. Алғаш қорықтым мен. Содан кейіннен келіп, спонсорлардан үйлерін сұрап едім. Ол кісілер айтты, сізге мынау әсер етіп жатыр. Мен мынаны да ішіп жатырмын ғой бәрі. Бірақ мынау да. Мынау күшті әсер етіп жатыр. Мен жаңа Ирина ханым айтты ғой. Бұның несі концентраты. Мынау біздің 189 шөптің концентраты. 26 есе 215 деп айтты. Сондықтан бұның несі онкологияға қатты күшті көмектесіп жатыр. Мынау Павловский. Мен қазір осыны ішіп жатырмын қазір. Мынаны ішіп жатырмын екеуін. И мыналарды. Мынаны кешке қарай түнде жатап ішемін. Бүкіл өнімді. Өйткені бар ғой, біздің ағзамыз әбден шылақтанып, әбден неғамыз. Сондықтан біз осылардың арқасында қазір шүкір Аллаға бәрі жақсы. Сондықтан сіз дұрыс келдіңіз, мынаны ішіп бастаңыз. Рахмет сіздерге.